Армысыздар, Ғабит Кәдірбайдың арнасында қош көрдік. Бүгін сіздермен соңғы 2-3 күндікте әлеуметтік желілерде, соның ішінде мына Facebook әлеуметтік желісінде өте көп айтылып талқыланып жатқан Ринат пенен Біржан Байтуовтың айтысы туралы көзқарасымды, ойымды сіздермен бөліскім келіп отыр. Видеоны үлкейтіп алып, соңына дейін қараңыздар, лайк басып, тіркелмеген болсаңыз арнаға жазылып қойыңыз, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бастық па? Кеттік ендеше. Айтыс шығыста Абай облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында өткен. Осы видеоны түсіріп жатқан кезімде мен Фейсбуктан оқыдым. Айтыстың жалпы қорытындысы бойынша Ринат Зайытов бас бәйгені еншілепті. Бірінші орынды сырбойлық, жақында ғана Қырғыз елінен бас бәйгемен оралған менің досым Мұхтар Ниязов бірінші орынды алыпты. Құтты болсын. Ендеше бүгін тек Біржан менен Ринаттың айтысын талқылаймыз. Айтысты Ринат бастады. Елмен амандасып, ковидтағы қиыншылықтар, кешегі қаңтар қырғынымен қоса қазіргі қымбатшылықты, жаңа Қазақстан идеясын айта келіп, елді сағынғанын айтып, амандасып, айтысқа тас түйін дайын екендігін жеткізді. Тағы да бірер шумақты айта келіп, Біржанға қарап бұрылды ғой, былай дейді: жақсы менен жақсы мәлім шатыспасы, жақсы мен жақсы мәлім атыспасы. Ассалаумағалейкум Біржан Байту, Бекболат пен Мұхамеджанның брәчкасы деп әрі әзілмен Біржанға қарай бұрылды. Сөйтті де сұрап қойды: Бекболат пен Мұхамеджандар қазір қайда жүр деп. Және маған қызық үшін сұрап отырмын дегенді де қыстырып қойды. Енді соған Біржанның қайтарған жауабы: Инстаграмнан күнде қайда жүргенін көріп жүрсің ғой деп оңай жауап бере салды. Сөйтті де Біржан Ринаттай бел баласын қолдаған ел Біржандай ел баласын неге қолдамайды деп көрермендерге өкпе артты. Тіпті басына бәле тілеп алып десем де болады. Неге бәле? Өйткені сөзінің сыңайы Ринат енді шығыстығы ғой, енді өздерінің жерлестеріңді қолдамай, жерлестеріңді ғана қолдамай, бізді де қолдап қошеметтеп отырыңыздар дегенге сайды. Яғни сосын өзін елдің баласымын деп отырды. Енді дұрыс қой, енді елдің баласы ғой, ақындардың барлығы да елдің баласы. Бұл бір. Содан кейін Ринатты көтермелеп келді да былай деді. Видеоны тамашалап жіберейік. Мен де осал жігіттің бір емеспін, жаңылмаған жолынан тәлімінен. Ендеше тәуекел деп айтсайын, айтыстың Ринат дейтін дауылымен, Путиннің ядролық қаруындай, жүрсіннің ең қауіпті қаруымен ай. Путиннің ядролық қаруындай, жүрсіннің ең қауіпті қаруы деп Ринатты ядролық қаруға теңеген кезде Ринат іле жауап берді. Жөн шығар бұндай сөзге шегінбеген, мен айтпай кім айтады елім өлең. Ядролық қару деп кемістің ау, ондаймын деп ойламап ем тегінде мен. Мен өзім Семей жақтың баласымын, ол жақта атым бар ма төгілмеген. Кезінде қызыл үкімет қанымды ішіп, 40 жыл айқасып ем өлімменен. Ядролық қарудан да күштімін мен, қатымның бомбысына жеңілмеген айқаяға. Ай, ай. Әдемі жауап берді. Содан кейін бағанағы бел баласы мен ел баласына тоқталды Ринат. Енді бұл жерде Біржан халыққа қаратып, жерлестеріңді ғана қолдамай, оңтүстіктен келген мен де қолдаңдар деп отыр ғой. Соған Ринат былай деді: кезінде деді, біреулерде билік бар кезде, біреулері деп енді сол Мұхамеджан, Бекболаттарды айтып отырған шығар, соларды сағалап, айтыста үнемі жүлде алатын едің. Тіпті оңтүстікте өткен бір айтыста ауылыңмен қосылып, жюрилеріңмен қосылып, бәрін маған жабылып, мені жеңіп, ұялмай
бетің бүлкетпестен жүлде алып кеткенің есіңде ме деп Біржанға тиісті Ринат. Сосын мына жерде айтты, әруақты ширк деп айтушы едің баяғыда кезінде. Енді мына Ырғызбай мен Досқананың аруағының айтысында қай бетіңмен келіп отырсың деп тағы да Біржанға шабуылдады. Енді Ринаттың өлеңі, айтар ойы кеудесін кернеп, көмейден лықсып, айтуға үлгермей жатқандай көрінді. Мына жерде тамашалап жіберейік. Апырай шабыттанып тұрғаным-ай, қасымдағы жарасқан бір жаным-ай. Нұр Отан мен аманатты айтамын деп есіме түсіп кетті бір жағдай. Енді бұған Біржанның жауабы: мен ерсем өз патшама ердім, сен құсап Қосановқа еріп кеткенім жоқ деп дүрсе қоя берді ғой. Ай, сөйлейін енді ағама бұрып кетті. Сөздерің жүрегімді тіліп кетті. Баяғы билікті айтып, басқаны айтып, халықты маған қарсы қылып кетті. Бұл Ринат бізге несін сын айтады, өзі де сын сағатта сынып кетті. Қай бір жыл Қосановты қолдайық деп, ел жұртты жатпай тұрмай үгіттепті. Жеме-жемге келгенде Қосановың басымызды бәлеге тығып кетті. Ойбай мен алдандым деп сондағамыз қос білегін алаңға түріп кепті. Өлсем де елмен бірге өлемін мен, дегесін ел жүрегі жібіп кетті. Рувыдыға 2 сағат кіріп шығып, сандалып сосын бірақ қуып кетті. Болдағайын алаңнан тараңдар деп, аңғал елдің намысын сенімін жығып кетті. Содан кейін театрға директор боп, биліктің айтқанымен жүріп кетті. Қаңтарда да кешегі үні шықпай, әншейін 1-2 рет үріп кетті. Алаңнан пайда жоқ деп тынышқана Алатау театрына кіріп кетті. Қасқырдай қайсар мінез Ринатты Қосанов қойдан жуас қылып кетті. Бірақ арасында үріп кетті деген сөзі ыңғайсыздау болды енді. Бірақ осылай айтып кетті. Біржан бұқалығың болмаса бұқарлығыңды көрмедік деп бірақ тоқтады. Одан енді Ринат: Ал енді сөз, мен өзім желіккем жоқ, желпінгем жоқ. Айыра алмайсыңдар еркімнен тек. Қосановтың жайын айттың қайтамаған. Оған менің маңдайым шертілген жоқ. Қосанов сайлауда рас бір алдады, одан басқа зиянын келтірген жоқ. Сенің елбасың сияқты Біржан досым Алтынбек Заманбекті өлтірген жоқ. Дулат Ағаділдерді аттырған жоқ, қазақтың байтақ жерін саттырған жоқ. Кәсіпкерлер бастаған жұмыстарды туыстары тартып алып жаптырған жоқ. Қосанып халықты бір лақтырған мен Назарбаевтай 30 жыл лақтырған жоқ. Саналмай басыладау қадамдарың, осындай мет сөздерің адалдарым. Соның бәрін мен білдіріп тастағандай ұялмай кеп айтасың маған бәрін. Жюриде ағаларың жоқ қой Біржан, жақсы қып жіберетін жамандарын. Біржан байқап сөйле, ойлап сөйле, сендердің өтіп кеткен замандарың айқаяға. Ай, бай туып достым асағым батты, келе сап неге кеудемнен қақты. Қаңтарда мені тығылдың ғой деп, бәлесін неге осылай жапты. Қаңтардың жайын біліп ал нақты, ол кезде билік халықты сатты, әкімдікті де өздері жақты, терезені де өздері шақты.
Өздері шақты, өздері жақты, айыпты бірақ халыққа тақты. Экстремистсің деп, террористсің деп, мылтықпен атты, түрмеге жапты. Айтатын болсам қаңтардың мұңын, емі жоқ жара мәңгілік мұңның. Түрмеге жапты, сабалап бітті қазақтың қанша қызы мен ұлын. Қуат Найманды таяққа жықты, Жанболаттарды түрмеге тықты. Елді тонаған 200-лер тағы да судан таза боп шықты. Тоқайып бәрін ұғамын деді, жаңа Қазақстан құрамын деді. Байлықтың бәрін елге қайтарып, қазақтың бақты қыламын деді. Билікпен халық жарасын дедім, өлеңім қырдан арасын дедім. Бәрінде қойшы, бәрінде айтарсың, қазаққа Құдай қарасын дедім. Осыған енді Біржанның жауабы мынаған сайды. Мен дейді, билікте жүрген адам сияқты дейді, оның бәрін неге маған айтып отырсың дейді. Маған айтқанша президенттің қасында жүретін Берік Уәли отыр ғой, соған қарап айтсайшы деген деп жалтара салды. Қуады, қуып кетті деген сөздерді Біржан айтыс бойы бірнеше рет айтты. Төбет құсап дегенінде жоғарыда үрді деген сөзі бар. Біржанның осы айтыстағы, мен басқа айтысты айтып отырғам жоқ, именно осы айтыстағы деңгейін көрсетіп тастады. Енді Ринат былай дейді. Ал енді бір салмағын салсам жырдың, сөзін тыңда көзін көріп қалсаң жынның. Маған айтпай билік айт деп қоясың. Сен биліктің қасында қанша жүрдің, Қайрат Сатыбалды Шымқалаға барған кезде алдына тұра қалып ән сап жүрдің. Ал құдасы Сейтжановтың тойларында ұйымдастырғыш болып шаршап жүрдің. Жалпы айтыс біраз уақыт болды, аяқ жағы самалы сүйылыңқырап кетті, бөліп айтатындай ештеңе болған жоқ. Сонында байқаған жүрсін Ерман айтысты тоқтатуға пәрмен берді, тіпті салғыласып деген сөзді қыстыра кетті. Жақсы, рахмет Біржан. 40 минут айтысып отырсыңдар. Жақсы айтысыңдар ғой енді, салғыласып. Білесіздер, жүрсін ағамыз әрбір ешқандай сөзді тектен текке айтпайды, айтыстың аяқ жағы сүйіліп бара жатқандығын меңзесе керек. Бірақ оған тоқтайтын Біржан ба отырып алды, Қайратты өмірімде көрмеппін деп жауап берді. Енді дәл осы жердегі Ринаттың реакциясына қараңыздар. Ринат неге бұндай реакция танытты екен? Қайратты өмірімде көрмеппін мен. Олай өтірік айтпағаның жөн секілді. Соған қарағанда Ринат Біржанның ақиқаттан жалтарып отырғанын, шындықтан тайқып отырғанын аңғартты деймін. Жалпы қорытындылай келе, бұл айтыста менің ойымша да, қазылардың шешімі бойынша да, сол жердегі халықтың да көзқарасы бойынша барлығы білініп тұр, Ринат жеңді. Жүрсін тоқта деп бірнеше рет айтқанша, отырғанша бұл жерде Біржан бауырымыз сөзге тоқтай салса, өзіне үлкен абырой болатын еді. Қазақтың әдебиет тарихын оқып отырсақ, талай дүлдүл бір ауыз сөзге тоқтап, айтыста жеңілгендігін мойындап, тарихта қалған осының бәрін біз оқып жүрміз. Біржанның сөздері шашыраңқы шығып, шаппа-шапта көзіле алмағандығы көрінді. Тіптен кейбір сөздерді ұйқасқа бола дұрыс айтпай, дыбыстарды жұтып қойып жатты. Мәселен оған қолғамай ма, жау кеген жоқ, дәл кеген жоқ, жыр қылғаның дегені ғой енді. Бұл жерде жаңағы бір дыбыс, бір буын ұйқасқа артық болып кетеді да, өлең айтқан кезде. Соған бола жаңағы тігісін жатқызып, кейбір сөздерді, буындарды, әріптерді алып тастап айтып отыр. Бұл да енді кішкене деңгейін көрсетіп тұр айтыстағы. Біржан бауырымызды енді сыртынан сыйлаймын, құрметтеймін ақын ретінде. Елге танымал, керемет ақын. Facebook әлеуметтік желісінде осыдан
бірнеше жыл бұрын пікір алмасып тұратын едік. Өмірде бір рет көргенім де бар, футбол ойнап. Біржанның алдағы айтыстарында үлкен сәттілік. Ринатпен айтысу оңай емес. Осында осы жайын ән етем ғой. Сонымен бүгінгі айтарым осы. Қош сау болыңыздар. Арнаға жазылуды, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Арнаны қолдап төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше есен сау болайық.